Ал жақсыларым, біраз уақыт болды шықпадым. Себебі 10 күн корпорацияның атынан тегін Қанянға демалып келдік. Содан жолдан демалдым. Енді бір әпкелерім ұрсып жатыр. Қолдың жаттығуын көрсетпейсің бе енді деп. Енді көрсетейін. Қыздар сұрап жатсыздар, сарафан кисек нарамыз томпиып бөлініп тұрады деп. Соған жаттығу. Алыңыздар, қолдарыңызды айқастырып алып. Сермеңіздер артқа қарай, өздеріңіз кішкене күшеу. Осыны күніне бір 2 реттен жасаңыздар. Ұзағырақ, 30, 40, 50 нара тартылу керек. Одан кейін кімнің мойнында тұз, холка дейді ғой. Қолдарыңызды алыңыздар да сермеңіздер. Жақсы көмектеседі. Келесі бүкірейіп жүретін адамдар бар. Аямаңыздар, өздеріңізді қолдарыңызды екі жаққа қарай сермеңіздер. Үйде не бар? Может, біреуде резинка бар шығар. Менде мынандай резинка бар. Бұл резинканы тартып тұрып жасасаңыздар, қолдарыңызға күш келеді. Қалай жасайсыз? Бұлай жасайсыз ба? Бұлай жасайсыз ба? Өзіңізге қалай ыңғайлы? Қолыңыз жетпей ме артқа тартыңыз. Қай қолыңыз ауырады, сол қолға, Немесе гир бар шығар. Менде 2 килограммовый мынандай гирлар бар. Осы менде жасауға болады. Мына білектеріңіз әдемі болсын десеңіздер, қыздар сарафан, футболка киген уақытта білектеріңіз салбырап, әжім-әжім болып тұрмасын, осыны жасаңыздар. Ал сіздерге пайдасы тисін, аман саулықта болайық.